Асеке, осындай курс шығарып, бір ай бізге білім үйреттіңіз. Осы мобилографияның арқасында даже армандамаған нәрселерімізге қол жеткізіп жатыр. Курс арқылы бізге өзімізде тыншығып жатқан бір қабілетті ашып бергеніңізге рахмет. Мен өзім мобилографияны білмейтінмін, вообще қандай не екенін, ноль болатын, вообще ол қызықпайтын. Чувство керемет. Каждый сабақ бізде андай не болды. Әртүрлі уровень уже біліне берді. Керемет нәтижелер болды. Курсты рассрочкаға алдым, келдім. Бұлай болады деп ойлаймын, өмірімді бір 160 градус өзгертті. Телефонмен кәдімгідей профессиональный нәрсе істеуге болатын. Бизнес бастауда сабақ беріп жатыр спикеріміз. Үйрететін жақсы курс шығарып, осы қазақ жастарына таратып жатырсыз. Осы жалпы курстың арқасында жақсы орта, әрқайсында өзінде жекелей таланттары бар азаматтармен танысып, білісіп, қазіргі таңда продакшн құрып. Асхат ағай, сізге рахмет. Ең алдымен мен Мобармиге рахмет айтамын, және сізге. Соның бәріне Мобарми ұжымына үлкен алғысымды білдіремін. Алдымен сізге алғысым шексіз. Қолыңызды алып қойын. Және сіздей сансей болғанына үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет. Кейін, осының бәрі жалпы енді бірінші алла, екінші сіздің жалпы курсыңыздың әсері, себебі болып отыр деймін. Сол үшін мыңнан бір рахмет. Егер сен клип, кино түсіріп, және оны ютубқа жүктеп ақша тапқың келсе, онда осы видеоны до конца қара. Сәлем достар, есім Асқат Шынайлы. Қазіргі уақыттағы мобилография мектебінің негізін қалаушымын. Қазақстандағы единственный мобилография мектебі. Біз саған өзіміздің курсымызда жаңартылған мықты уровеньге, келесі уровеньге көтеретін боламыз. Ол жерде қазіргі уақытта біз білеміз, что көптеген әншілер, актерлар, блогерлар өздеріне клип, кино түсіргісі келеді. Ал именно сонда сұранысқа ие болғаннан кейін мен осы курсты сіздерге арнайы жасап жатырмын. Ол жерде сіздер ең бірінші клип, кино және ютубта қалай ақша табуға болады, соны бәрін үйрететін боламыз. Сіздер ол жерде киношный картина, композиция және телефон видео түсіру, оның бәрін телефонмен монтаждау, барлығын мен сіздерге және оны клиент алдында қалай сөйлесу керек, барлығын толыққанды телефонмен ақша табуды, именно телефон видео түсіріп, телефонмен монтаж жасауды мен саған өзімнің керемет курсымда үйрететін боламын. Төменде сілтеме тұрады, соған өтсең болды, сен бірден уже маған хабарласа аласың. Кеттік. Бүгінгі біз сабағымыз өтетін Бекжай Осман Ал достар, монтажды бастайық. Бүгін мен монтажды барлықтарыңызға бірдей болсын деп KineMaster приложениесімен істегім келіп тұр. KineMaster ашайық онда, міне KineMaster. Так, KineMaster'ды аштық. Енді біз новый проект создавать ету үшін ортасынан тұрған плюс батырмасына басамыз. Тәуіп тұрған. И одан кейін бірден бізге форматтан тауыпты береді. Формат, яғни егерде пост немесе YouTube болса, горизонтальный 16:9, сторис болатын болса 9:16. Егерде Инстаграмдағы тек қана пост болса, онда бірде бір таңдай сол, яғни квадратный болады. Бізге қазір 16:9 форматын таңдаймыз. Так, но бізде рабочий стол KineMaster'дің жоғары жағында мультимедиа деген тұр. Яғни бұл мультимедиа кнопкасы арқылы, оң жақ жоғары жағында мультимедиа кнопкасы арқылы біз осы жерге проектке жаңа фото видеоларды загрузить аламыз. Так, содан бастайық онда, иә. Мен бағана заранее папкамды, бүкіл видеоларды папкаға салып қойғап өзіме фотоның ішінде. Сол монтаж KineMaster деп барлығын бір папкаға салып қойдым. Енді осы жерге саламыз қазір. Так, мына жерде бізде обратно тұрады, даталары. То есть, мына жерде тұрған ең соңғы астында оң жағында тұрған файлдар, яғни ол ең бірінші түсірілген файлдар. Ең бірінші тұрған сол жақтағы жоғарыдағы ол ең соңғы түсірілген файлдар. Сол үшін бізге барлығы ретретмен болу үшін біз астынан бастап солға қарай барлығын бірден таңдаймыз. Мен қазір кішірейтіп алайын, чтобы файлы болу үшін. Кішірейту үшін то же самое, как будто біз сурет үлкейткен кішірейткен сияқты қылып кішірейте береміз. И уже баса береміз үстеріне бүйтіп. Кез келген бәрін басып шықсақ, бізге бүкіл файлдың барлығы өзі алынады. Біз барлығын алдық. Бағанаға түсірген видеодағы файлдардың барлығын алдық. Енді біз бұлардың бәрін кесеміз, музыка қоямыз және бетіне фильтр қоямыз. Так, мына жерде оң жақ жоғары жағында галочканы басамыз. Чтобы уже болды, бізге барлық файл алды деген сөз. Так, алынды. Енді біз бұған музыка таңдау керек. Музыкамен бірге бізде әр музыкаға видеомыз сапалы шығу үшін музыканың әр битына, то есть бит болғанда ударникке біздің карталамыз ауысып отыру керек. Сол үшін
Мен телеграм арқылы музыканы загрузить етемін қазір. Так, телеграмды ашамыз. Телеграмда менде музыка торбы безбірдің деген өзім каналым бар. Мұнда уже 512 подписчик болып тұр, адамдар көбейіп жатыр. Так, мен бұл жерге бағана музыка өзім таңдап қойғам. Сол музыканы өзіме аламын. Так, қандай музыка алсам екен бағана. Атын таңдап қойдым, өзім есім шығып кетті. Бұл емес. Бұл да емес. Жоқ, бұл болмайды екен, иә. Онда менде запись экранмен алынған музыкалар бар. Мүмкін сол музыкалардың біреуін алайық өзімізге. Қазір оны таңдап аламыз. Так, запись экранмен таңдалған музыкалардың біреуі менде. Осы музыканы мен қазір бірінші өзіме мына жаққа файлға салып алайын. Добавить в альбом, монтаж кайдмастерге салып аламын, чтобы өзімізге ыңғайлы болу үшін. И уже жаңағы кайдмастер арқылы мен жаңағы нені аламын, музыканы аламын. Так, қайтадан мультимедиаға кіреміз. Жаңағы папканы тауып аламыз. И осы жерде міне соңғы тұр. Оны галочканы басамыз. Мынаның ішінде маған музыкасын алу үшін осы жерден қазір кішірейтіп алайын. Музыкасын алу үшін бұл видеоны мына жерде, то есть любой клиптің үстіне басқан кезде, яғни видео басқан кезде бізде оң жағынан функциясы шығады. Басамыз, и мына жерде функция шығады. Функция шыққанда бұл жерде бізде извлечь аудио деген кнопка бар. Мен астына аудиосы шықты. Үстіндегі видеосын босты аламыз да, удалить жібереміз. И сол кезде бізде тек қана аудио қалады. Бәрі тура видеолик сияқты ешқандай айырмашылығы, барлығы функциясы бірдей. Просто интерфейс кішкене әртүрлі мүмкін, а так функциясы барлығы бірдей. Ешқандай айырмашылығы жоқ. И мынаны бас жағын керек емес жерін қиямыз қазір. И музыканы былай қарай жылжытамыз. Так, тыңдап көрейік қалай шығатынын. Так, бәрі неге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Қазір 1 минут. Так, қайта кетті жаңағы. Енді бізге под музыку на видеоның бәрін қиып шығу керек. Қиып, одан кейін барып әрқайсысына слой береміз. Слой дегенде жаңағы фильтр бетіне краска береміз. Мен үлкейтейін қазір. Так, өзіме керек жерін аламын. Примерно маған керек жері әдемі болу үшін. Мен бұның барлық жері әдемі сияқты, просто әдемі жерін қиып алайық қазір. Так, мына жерін қиып аламыз. Енді осыны біз скоростын азайтамыз. Сол кезде бізге замедление береді. Так, без звука қоямыз видеоны. И мына жерде бізге скоросты 0,5 қоямыз. Сол кезде біздің музыкамыз, видеомыз 2 есе болады. И және замедление болады. Так, галочканы басамыз. Көрейік. Тура ауысты, байқадыңдар ма? Так, яғни бұл бізде 4 секунд болды. 4 секунд біз үшін ұзақ. Сол үшін біз 2,5 секундтай примерно жасаймыз. Көрейік тағы да қай жерге дейін. Ладно, бастапқы 4 секунд бола берсін, себебі мына жерде битқа сәйкес келмей тұр. Сол жерде 4 секунд бастап қаламыз, одан кейінгілердің бәрін 2 секунд қалатын боламыз. Так, енді екінші, подожди, на кадрға біз енді бетін фильтр береміз. Так, основной. Основнойның ішінде бізде, так, қайсысы бар, жоқ болмайды. Бұл слишком темный. Бұл слишком яркий. Мынау қоңырлау слишком. Бізге бір динамичный керек. То есть кішкене оттенок холодного. И теплыйдың сәл ғана керек. Таңдап аламыз қазір, қайсы әдемі болатын. Мынау слишком зеленый, иә? Так, мынау ше B21. Жоқ болмайды.
міне осы нормальный сияқты. Осы краска нормальный сияқты. Енді бұл красканы қоямыз. Галочканы басамыз. И міне бізде более-менее красочный болды. Так, енді екінші кадрға қосамыз. Екінші кадрда тура сол ойнаны бірінші дауыстан бастаймыз. Громкость алып тастаймыз. Без звука аламыз. И одан кейін барып жаңағыдай кесеміз. Так, примерно бізге міне осы жер келсін. Мына жер замедленно болған жер как раз. Осы жерді замедлетеміз. То есть кесу үшін немесе қысқарту үшін тура видеолеттағыдай екі жағында 3-4 тың көп тұстамыз, сарыны екі оң жақ сол жағында. Соны туда-суда оңға солға жылсаңыз өзі кесіле береді. Так, бізде қазір 6 секундтық файл болып тұр. Бұны примерно біз 1,5 секундтық файл аламыз да, одан кейін 0,5-қа дейін азайтамыз, сол кезде бізде 3 секундтық видео пайда болады. Скорость азайтамыз 0,5. Даже 5 секунд болып кетті маған. 6. Көрейік қалай болатын. Так, кішкене ұзартамыз. Опа, мына жер ауысу керек мұны. Осы жерге дейін ауысу керек бізге. Енді келесі так, слой қоямыз. Жаңағы фильтрді қоямыз да. Так, қайсыны аламын мен. B07. Жатталықшы B07. Так, кеттік дальше. Тағы да бірінші музыканы тыңдап аламыз. Қай удар кейін алу керек бізге. Стоп, міне. 11 секунд. Так, скорость азайтамыз тағы да. Без звука аламыз файлды. И скорость 0,5. Әдемі болды. Енді мынаған фильтрін қоямыз. Так, B07. Кішкене қақарып кетті, ол үшін, кішкене ағарту үшін. Мына жерде ағартатын бар, қазір ағартып жүреміз оны. Настройканың ішінде яркость бар. Так, контрастность кішкене береміз. И цвет қосамыз. Яркость тағы көбейтейік. Болды. Так, кетті. Так, екінші, төртінші кадр ма, нешінші кадр болды бізде. Так, музыканы дальше слушаем. Стоп. Вот жерге дейін. Так, бұл 14 секунд бізге. 14-8 секунд. Так. Скорость азайтамыз. Галочканы қоямыз. И кішкене қырғамыз. Тыңдап көреміз.
түкке шығып қалды. Так, ана фильтрін қоямыз. Так, енді тыңдап көрейік қайтадан. О, әдемі келді. Так, достар, түсіндіңіздер ғой, суйт қандай екен, иә? Ары қарай мен енді қазір барлығын істеп шығайын, одан кейін уже дайын болған кезде сіздерге уже дайын версиясын көрсетемін. Жақсы ма? Так, мен мына жерде барлығын кесіп, цветтерін бояп, музыканы қосып қойдым до конца. Енді бізге бұл жерге не керек? Бізге бұл жерге текст қою керек. Одан кейін егер де логотиптеріңіз болса, логотиптерін қойды. В моем случае мен қазір өзім логотипін қойып қоямын. Так, ол үшін біз слой дегенге басамыз. Одан кейін жоғары жағында мультимедиа деген басамыз. Осы жерде біз фотоны таңдаймыз. Мен өзім логотипін таңдап қойғанмын, кесіп. Логотиптеріңіз прозрачный фонда болу керек, сол кезде ғана әдемі шығатын болады. Так, и мына жерде менде қазір таңдап қоямын, мына логотипім бар. Осыны қазір кішірейтеміз да, и төменгі жағына, оң жақ төменгі жағына қойып қоямыз. Так, кішкене жоғары қойып. Мені осылай. Так, логотипіміз дайын. Енді логотипті созу керек до конца. То есть кез келген адамда даже сурет салғанда, музыка шығарғанда, видео шығарғанда, ол осы видеоның егесі болу керек та, то есть хозяин кім жасаған бұны. Сол жөнінде мәліметтер болу керек, сіздерде де сондай болу керек. Әрқайсыларыңыз өздеріңіздің жеке брендтеріңізді жұмыс істеуіңіз керексіздер. То есть аттарыңызға, мысалы мен Асхат Шналиев, Асхат Шналиев деген логотип заказ бердім. И мына логотипті мен уже барлық өзім видеоның арасында сабақтарда бәжеті қоямын, себебі бұл логотиптерден көрген кезде адамдар ох, мына Асхат Шналиев логотипі ғой деп ататын болады. Сол кезде осы сіздердің жеке брендтеріңіз дамитын болады. Халыққа деген сіздерде сенім пайда болады. То есть бұл енді жеке бренд дамыту жөнінде ол вообще негізі отдельный сабақ қой. Оның мобилографияға қатысы жоқ, бірақ сонда да жеке бренд дамыған адамның кез келген товары, кез келген жұмысы, товары, там видеосы болсын, какой-то товар сатсын, егер де сіз оның хозяинын білетін болсаңыз, сол товардың разработчиктің сенімді болса, то есть сол товардың хозяинын жақсы білетін болсаңыз, логотип арқылы танитын болсаңыз, ол халық көп танитын адам болса, оның товарын алуға мүмкіндіктер, то есть уже вероятность көп болады. Себебі ол уже бұрын танисыз, халық оны бұрын көрген, сондайдан сондай да. Сол үшін достар, өздеріңіздің жеке брендке бірінші жұмыс істейсіздер. Егер де сіздерге даже видеоға заказ түсетін болса, ең басында деген прямо ақшаға құнықпаңыздар. То есть ол мысалы там сіздер 15 секундтық видеоны 100 мыңға істеймін деп өздеріңізше болып, ондай керек емес. Басында даже тегін істеп беріңіздер. Себебі сіз бірінші сенімге кіру керексіздер. Тегін істегеннен кейін барып уже сіздерге егер де ол ұнаса, ол сізге әрі қарай заказ бере беретін болады. Сол үшін ең бірінші адамды сендіру керек, что сіздің товарыңыз сапалы, качественно, жоғары сапалы. Ертең сіз оны подводить етпейсіз, осындай качество болған кезде сіздің товарыңыз алатын болады. Сол сияқты видеода да сондай да. То есть кез келген салада сондай ғой, бәрі жерде бірдей, заңдылық бірдей. Так, логотипін қойдым, енді давай текст қояйық. Текстті қою үшін тоже самое, слойға басамыз, неде текст деген бар. И жазамыз, мысалы, мен жазам телепорт 1.0 дейміз да. 1.0 телепорт 1.0 дейміз. 1.0 дейміз да. И 9-шы сабақта жазып қойып мұндай астына. 9-шы сабақ деп қойып. 9-шы сабақ. 9-шы сабақ телепорт. Все окей. И мына астына жазып қоямыз. Астына деген бізге енді бұл үлкейіп тұрма керек қой. Үлкейіп тұрмау үшін бізге бұны бірінші бұны созып алайық до конца. Так, до конца созып аламыз. И мынау маған қазір ұнамай тұр, шрифт өзгертейік. Шрифт өзгерту үшін мына жақта бар. Так, хлебетика болды деп қалай болатын. Жоқ, ол емес. Мынандай бір әдемі шрифт бар бұл жерде қазір. Мен соны көп қолданамын. Ол міне Avenir Next Condensed Heavy дейді. То есть
ең әдемілерді шрифттардың бірі осы. Ары қарай қандай бар екен тағы да. Бұл галочканы басамыз. Міне. Так, енді маған бұны кішкене өйтіп созу керек, растянуть ету керек. Ол үшін мына жерде төмен жағында параметр тексті деген бар. Соған кіреміз да, и символ дегенді оңға жатамыз. Сол кезде біздің текстіміз кішкене созылады. Түсінікті ғой? Енді мен кішкене төмен тағы да кішірейтемін. Тағы да созам. Так, и мына жерде бізде ортасынан қоямыз. Астын почерк етуді керек емес. И маған бұны кішкене төмен түсіреміз да, маған кішкене прозрачность беріп. Прозрачность жасау үшін альфа дегенмен жазылып тұр. Не прозрачность? Осыны кішкене азайтамыз. Сол кезде бізде как будто текстіміз фонға шрифті сияқты болып тұрады, соған тікілген сияқты болып тұрады. То есть текстті бүйтіп бұлшитып қою міндетті емес, оны кішкене осындай непрозрачность берсеңіздер әдемі көрінетін болады. Так, текстіміз бар, байқадыңыздар, міне слоймен бәрі пайда болып тұрды. Бірінші слой видео, астындағы текст, одан кейін менің логотипім тұр, ең астында музыка тұр. Так, жоғары жағындағы KineMaster деген нені логотипін мен ала алмаймын, себебі маған сатып алу керек. Мен бұны сатып алған жоқпын. Мен маған бұл негізінде мен көп қолданатын приложение видеолип қой негізінде. Сол себептен бұны сатып алған жоқ едім да. Бірақ сіздерге қазір көрсету үшін осы бүгін KineMaster приложениесіне монтаж жасап жатырмын достар. Так что мынаны жақсылап зерттесеңіздер, өте керемет приложение, видеолиптен қалмайды негізінде бұл приложенияның функционалы. Мысалы, мына жерде давайте көрейік. Тағы да бір фильтр беріп көрейік. Бір эффектілер берейік. Мысалы, мына жерге. Так. Винетка деген бар екен. Реверберация жоқ, біз керек емес. Винетка деген жан-жаға бет қап-қара болып тұрады міне. Бұл да прикольно. Әдемі көрініп тұратын болады. Так, одан кейін давайте тағы да бір слой қосып көрейік. Ең басына бізге слой керек. Так, бізге появление керек. Ана появление бар ең бас жағы бүйтіп қарадан аппақ болып появление болу үшін мына жерде мынадай бір кнопка бар. Төрт бөлшектің кнопкасы осыған басамыз. Жоқ, бұл емес. Мынау. И осы жерде видеоға басамыз да, ең жағында плавное нарастание деген бар. Осыны біз примерно бір 2 секунд қойық. И ең соңында бізге плавное затухание қап-қара болу үшін аяқ жағын тоже плавное затухание аламыз, оны бізге бір 3 секунд қойық. Сонда міне бас жақ қап-қара болады. Play басамыз. Так. Нарастание жасадық. Енді давайте бір слой қосып көрейік. Бір эффект қосып көрейік бұған. FX-ға басамыз. Так, неде базовый. На магазинге басамыз да. Так, мен де қазір интернет өшіп қойған ем. Бір минут. Интернетті қосайық қазір. Базовый эффектілер берді, тек қана блюры бар, и андай мозаика бар, андай пиксель болып тұрады. Бұл бізге керек емес. Біз магазинге келеміз. И магазинде деген мұнда миллион эффект бар, достар, миллион. Сіздер просто дұрыс бағаламайсыздар негізінде ше. Неше түрлі эффектлер бар бұл жерде. Мынандай бар, мында искажение сияқты. Бұл енді премиумдығы. Премиум деген, значит, сіздер на приложение сатып алсаңыздар, ай сайын төлейтін 1990 теңге ма, сондай 2000 теңге ма. Мына премиум деген бүкіл функциямен ала аласыздар. Керемет видео жасауға болады. Неше түрлі эффектілер бар. Мен ерде премиум емесін пока біреуін таңдайын қазір. Сізге түсінікті болу үшін. Так, мына жерде мысалы, так, ночной прицел дейді. Премиум емес біреу ма? Мысалы, мынау бар екен, көрейік. Угловые зеркала дейді. Прикольно. Так, давайте берем алкоголик, скачать дейміз. 89 килобайт всего лишь память. Так, все установлено.
Енді бұл бізде мына эффекттің ішіне пайда болады. Так, давайте тағы да бір екеуін алып көрейік. Бесплатно қайсы бар тағы да? Массивная плитка бар дейді. Так, ол бізге керек емес. Так, қалғандардың бәрі платный. Такой рельефный біреу бар екен. Мынандай береді екен, прикольно. Скачать етейік тоже. Все. Болды, осы екі эффектті алайық. Так. Бигендка деген жаңа көрдік. Мында на transition деген переход деген сөз. То есть екі видеоның ортасындағы переход осы жерден тоже көруге болады. Бірақ переходтарды көп қолдану керек емес. Себебі ол видеоның сапасын құртып жіберуі мүмкін. Сол себептен бір екеуін ғана алуға болады бір видеоның ішіне. Қазір бір бесплатно біреуін көрейік, қандай переход бар екен. Давай мына переход күшті екен. Pixel swipe дейді. Осыны алайық. Скачать дейміз. Все. Transition кетті переход. Мынаны алайық. Қандай екен көрейікші бұл видео. Дешево будет смотреться. Зачем жаңағы переход жетеді бізге? Сол бір переход лайық болды. Так, міне бүйтіп міне угловые зеркала и рельефный бар бізде. Біреуі transition. Бізде екеуі мынау и transition переход қараламыз. Так, давай бірінші. Мынау кадрын қазір көрейік, қай кадрға бізге әдемі болады. То есть бізде кадрдың бетінде какой-то бір объект болса, сол мықты көрінетін болады. Давай алайықшы. Осы жерге бағанағы транзишнді қояйық. Слой, эффекты, рельефный. Таңдаймыз. Байқаңыздар, мен қалай болғанмын. Бүйтіп істей бересіздер болды. Как будто бір цемент құйылған сияқты отырады. И мынаны можно вот так растянуть. Бүйтіп қойсаңыздар. Болды. Астында пайда болып тұр міне. Embossed. Оны созуға да болады. Қай жерге дейін керек сіздерге. В данном случае маған только астындағы бір клип қағана керек. Сол үшін мен өздерім тура размерін тура қоямын. Так, мынаның басын кішкене созайын. Болды. Так, плей бас көрейік қалай болды. То есть фантазияға байланысты өздеріңіз қоса бересіздер де. Так, екінші давай. Екінші переходты көрейік. Угловые зеркала. Mirror. Ондай болады мынау. Так, оны бір музыкаға сәйкестендіріп қою керек. Тік деген жерлер бар еді, бағана бір музыкада. Әдемі жерлер болатын. Көп керек емес. Кішкентай ғана қояйықшы, қалай болатынын көрейік. Так, все, жеткілікті. Мынаны растеп етеміз. И пайда. Все, көрейік. Ну, маған ұнамай қалып, мен сол себепті алып істеймін. Примерно өздеріңіз түсіндіңіздер, не екенде оны. Так, енді давай бір переходты көрейік бағанағы. Переход басу үшін басындағы плюсқа басамыз. Это плюске басу керек бізге. Міне. И бағана pixel swipe деген бар міне. И таңдаймыз. Оң жаққа, сол жаққа, сол жақтан оң жаққа, тоғын жоғарыдан төмен так далее. Давай бізге біреуін алайық. Міне. Осылай осатын болады. Түсінікті ма? Все, алшқан қоямыз. Болды. Дальше. Мына жерден давай энергия қойық. Мына жерден былай olsun. Ол былай olsun, иә? То есть, достар, фантазияға байланысты қоса бересіздер, онда ешқандай шектеу жоқ. Бірақ енді шектеу жоқ деп прямо переходтарды толтырып тастау керек емес, себебі видеоңыздың сапасын құртып аласыз. Өзінің оригинальнысын жоғалтуы мүмкін да, сол себептен переходтарды көп қою керек емес. Так, мен ойлаймын, мына уже видео бізде дайын деп ойлаймын.
біз қазір бұны экспорт сақтап уже жіберуіміз керек. Так, болды достар, видео дайын. Ең аяқ жағында қанасы нетін бай шығып қалды. Мен бағана затуханяны көстедім. Аяқ жақ қарайып жабылатын болады. И давайте на текст бізге ортаға шықсын де осындай кезде. То есть жыбырлап былай шықсын да, ол шығу үшін просто ана жерде мына ключті көрдіңіздер ме? Ключ. Осы ключті аламыз. Мына плюсикті басамыз, оң жақтағы мені, домалақтағы. И мына жерден бастап ол осы жерге келген кезде текст бізге ортаға келетін болады. Былайынан. И мына жерде екінші ключте біздің текстіміз үлкейсін тағы да былайынан расширение болсын. Енді қараңыздар қалай болатын. Галочканы қоямыз, play басамыз. Болды. Осымен бізде барлығы бітеді достар мына жерде. Түсінікті ма? Ключпен қалай жұмыс істеу керек екенін. Так, бұны қиямыз енді мына жерден бастап осы жерге дейін қиямыз. Так. Все. Так, логотипті кесеміз. И музыкамызды кесеміз. Мына жағын өткіземіз просто. Енді біздің музыкамыз бірден бітіп қалмау үшін затуханиемен жасау керек болады. Ол үшін мынаған басамыз, аудиоға басамыз и мына жерде плавное снижение громкости конец басамыз да и примерно бізге ой тут 3 секундпен керек. Ол аяқ жағы бізде плавно бітетін болады. Так, достар, болды, енді сақтаймыз. Сақтаған кезде нерден галочканы высокое качество до конца созамыз. Full HD 60 кадр. И экспорт басамыз. Примерно около 628 мегабайт орналатын болады. Экспорт басамыз. Нерде бізде сұрайды, премиум версия сұрайды. Мен айда баға айттым ғой. 1990 теңге. И все, пропустить дейміз. Кетті экспорт. Экспорт болған күтеміз. Мына экспорт болып тұрған кезде приложение жабуға болмайды. Ештеңе істеуге болмайды. До конца осылай керек. Экспорт болып жатыр қазір бізде. Так, достар, экспорт болған кезде кішкене әңгіме айтайық, өзіміз болып. Қараңыздар, қазір алдында айттым сізге, телепорттың басында айттым, что приложениені қатып қалған ештеңе жоқ, достар. Так что сіздер кішкене зерттесеңіздер, былай шұқыласаңыздар, өздеріңіз үшін шұқыла керек оны. Көп нәрсені білуге болады. И мына жерде мен сіздерге айтқандай бағыт бердім, қалай істеу керек екенін. Ары қарай уже өздеріңіз без проблем үйреніп аласыздар. То есть KineMaster өте такой қарапайым, интуитивное, понятное приложение. Тура видеолеп сияқты. Просто разработчигі екі түрлі болғаннан кейін, екеуінің интерфейсі екі түрлі болды, бірақ функциялары барлығы бірден. Затуханиясын көрдіңіздер, жаңағындай музыканы кесу, қиюы, анау үстіне слой қою, даже бұл жерде эффектілер бар, неше түрлі жаңағындай не көрдіңіздер, эффектілер бар, переходтардың түр-түрі бар. Видеолепте ондай переходты жоқ. Ал KineMasterде ол жағынан переход жағынан, эффект жөнінен жаңағындай неше түрлі заттар көп нелері бар. Так что смело приложение сатып алыңыздар, обязательно подпискасын сатып алыңыздар, ай сайынға 2000 теңге төлеп тұратын. И ана жерде тұрған бүкіл неше түрлі переходтарды, неше түрлі эффектілерді пайдалансаңыздар болады. Мысалы, 1 минуттық видео болса, оған жаңағыдай переходтың бір екеу-үшеуін қойсаңыз жеткілікті, ал эффектіні бір екеуін ғана қойыңыз. Толтырып переход қоюдың қажеті жоқ. То есть осындай өзінің мерасы бар. Сол
несіне байланысты жаңағындай размеріне байланысты қойсаңыздар болады. Түсінікті ма? Так, все, бізде дайын видеомыз. Так, достар, қараңыздар, енді мен сіздерге енді бір жаңағы түсіріп келдік. Далаға шығып, иә, көрдіңіздер, қалай әдемі кадрлар шыққан, керемет кадрлар шықты. Алдындағы ручной түсіру техникасы бар ғой, соны мен бағана сол сіздерге көрсеттім, қалай ручной түскен қолмен сондай түсіру техникаларын мынамен қалай одан да қатты сапалы жасауға болатынын көрдіңіздер, достар. Енді қараңыздар, сіздерге бірнеше лайфхак айтайын. Мен қазір мынаны қосып қойын. Менде қазір мына жерде көріп тұрғандарыңызды мен өзімді үйімде жүріп жатырмын, иә. Бағана айттым, сабақтың соңында мен сіздерге кішкене бір шолып кетейін дедім, то есть қандай менде заттар бар. То есть мен қалай светтерді қойдым, нені қалай қойғанымды туралы айтайын, иә. Мына жерде менде қазір бүйтіп қойып қойын. Так, запись. Опа, мұнда запись толып қапты уже. Мұнда запись толып қапты. Телефон өзім көрсете берейін, достар. Мынау менің GoPro'да уже запись толды, себебі бағана бері түсіріп жатырмын. Уже примерно 20 минутта, 40 минутта түсірді. Өте көп память алды. Қараңыздар. Мына жерде менде мына бетте бір свет тұр. Яғни бұл бізде алдында айтқандай рисующий свет. То есть мен на бетімді рисовать етіп тұрады, бір жағынан түсіп тұрады. Алдында менде запалный свет тұр. Артында анау тұрған менде контровый свет тұр. То есть үйде де осындай техника, аса қатты қымбат емес светтерді қолдану арқылы осындай сапалы видео шығаруға болады.
Қазір мен сіздерге ол туралы қысқаша айтып кетемін. Менде қандай светтер бар екенін, иә? Так, 1 минут. Так, мен қазір телефонды қолыма алдым. Мынау менде міне қазір қолымда біздің iPad, ана микрофон. Бірақ оны бүгін мен қоса алмадым, себебі какой-то бір драйвер бір нәрсе керек болды, сол себептен қосып алып үлгермей ұмытып кетіп қалдым деп. Мынау бізде свет, міне мындай LED экран, LED свет. Оны штативқа жасап тұрғызып қойдым. Штативқа. То есть мен телефонның штативі, бірақ менде енді мынау телефонды қоятын болмағандықтан переходник екеуі болмағандықтан сол себептен мынаған штатив қойып қойдым. Ал светтің штативына мен телефон тіреп қойдым мындайға мына. Мына светтің штативына телефон тіреп қойдым. И одан кейін менде мынандай лампа. Мына мынау лампа. Тоже қымбат емес, бір 2000 теңгеге алғам. Осындай лампаны. Бұл бізде мынандай запалняющий свет беріп тұр маған. Запалняющий свет. И ар жақта менде мынау тұрған контровый свет, оған RGB свет деп аталады, где-то 6000 теңге тұрады. Алиэкспресстен алсаңыздар болады. Оны. То есть ешқандай оның қиындығы жоқ. Мынау жаңағында айтқан. Déjà Osman Mobile. Тағы не айтайын сіздерге. Мына осы стол үйде осындай сабақ түсіріп жатыр достар. Түсінікті ма? Так, мен қайтадан осы орнына қойып қояйын. И ары қарай уже біз сіздермен жалғастырамыз. Так, достар, бүгін бізде уже 9-шы сабақ, әлі тағы да бір 2-3 бонус сабақтар шығатын болады, бонус сабақтар. Ол жерде жаңағы айтқандай эффект быстрой скорости бар, эффект телепортация бар, оның бәрін қалай істейміз. Оның бәрін мен сіздерге сол өзіміздің қарапайым видеолік емес, KineMaster приложениесімен көрсететін болған бонус сабақтарда. Ол жерден жаңа флеш сияқты скорость болады, телепортация бар, остановление время бар, клонирование ол сіздер уже алдыңыздар, иә, қалай жасау керек екенін. Одан кейін тағы да бір бонус сабақ бар. Ол жерде сіздерде андай мысалы видео недегі шығатын болады. Видео қатып тұрады. Бір-екі адам өзі қатып тұрады да, жүгірген кезде өзінің бет копиясын алып кететін болады. То есть мен оны өзім шут деп қойып қойдым. Shoot деп видео қойдым. Атын білмеймін, интернетте қалай аталатынын, бірақ сол видео ұнағандықтан мен оны өзім соны видеолип приложение арқылы жасадым. Сіздерде оны сол басқа видеолип болсын, KineMaster болсын, иншотпен істей бересіздер. Бірақ одан бөлек тағы да бір дополнительный өзінің бір приложение бар. Сол бонус сабақта сіздер аласыздар достар. Түсінікті ма? Ал енді қорытындылай келе, бүгінгі сабақ сіздерге қызық болды деп ойлаймын. Себебі мен сіздерге уже сапалы видео түсіру үшін қаншама инструменттер бердім, қаншама техникалар бердім, қаншама лайфхактар айттым, иә. То есть бір сапалы видео түсіріп шығатындай уже сіздердің қолдарыңызда инструменттер бар. Одан кейін телефон мәселесіне келетін болсақ, телефонда енді алдында телепорт сабағын басына айтқанмын, что егер де сіздер жақсы табыс көзінен шығамын десеңіздер, видео түсіруге ең жақсы телефон ол iPhone. Монтаждағанға да ыңғайлы болады, и түсіргенге де ыңғайлы. Android'та кішкене бір қатты профессиональный приложениялар өте аз. Ол жерде KineMaster ғана бар, полупрофессиональный. InShot бар да, такой детский приложение айтуға болады, бір оны өте начинающийларға болады InShotпен. Бірақ сапалы видео істегеніңіз кезде, онда сіздер уже ең кемінде хотя бы мындай iPhone 6-дан жоғары телефон алыңыздар и жаңа видеолип арқылы жақсы сапалы видео түсіруге болады. Одан кейін тағы да бір лайфхак айтайын сіздерге. Мынандай бір флешка бар менде. Бір ретте стоимостьті уже бөліскем. Бұл флешкамен сіздер телефондарыңызда память толып қалатын болса, бұл iPhone-ға да бар, Samsung-ға да, басқа Android телефонға да олар бар. Телефон память толып қалатын болса, осыған сіздердің фото-видеоларыңызды көшіріп алсаңыздар болады. Бұның өзінің отдельный приложениесі бар. App Store-дан көшіріп алсаңыздар болады. Мен бұл флешканы Технодом магазиннен алдым. Бағасы 20 теңге тұрады. Мына менде 64 гигабайт память. То есть телефонға обычно жаңағы тығастырып, яқта өзінің жаңағыдай Transcend Jet Drive бар, сонда мына экранға шығады. Өзінің приложениесі бар. Сол приложение арқылы уже ішінде файловый менеджер болады, сол арқылы өздеріңіздің фото-видеоларыңызды көшіріп алсаңыздар болады тез. То есть жақтан телефоннан көшіресіздер, жақта USB бар, уже компьютерға бірден тұрып көре береді. Обычный флешка сияқты қолданасыз болды. То же самое и обратно қолдануға болады.
какой-то бір файл керек болса компьютерден көшіре бастайды и мына жаққа телефонға прямой загрузка істеуге бола береді. То есть өте керемет бір осындай бір құрылғы маған керек тема. Одан кейін мына переходник, то есть менде iPadпен көп жұмыс істегендіктен мен компьютердің орнына полностью мен iPadпен қолданамын. И iPad мына жерде менде Type-C болғандықтан мынандай переходник қолданамын. Осындай переходникті. То есть мен деген переходник қымбат емес, iPad-қа салып қойып сразу тез осындай ауыр файлдарды, мысалы сабақтарды сияқты ауыр файлдарды, осы документтік файлдарды мен осыған көшіріп аламын да, одан кейін iPad-қа бірден көшіре саламын. Или компьютерға бірден көшіре саламын. Бірақ енді iPad пен iPhone арасында AirDrop бар ғой, AirDrop арқылы бірден жіберуге болады. Ал егер компьютерға жіберетін болса, кәдімгі Windows компьютерға, онда мынаны тез саласыздар да, мына жақ арқылы уже бірден компьютерға салып істей берсеңіздер де болады. То есть мындай бір кішігірім лайфхак өте жақсы көмектеседі достар. Сол мына мен сізге түсінікті болды деп ойлаймын негізінде. То есть бұл қолдану қатты қиын емес. Қолданыңыз кейін баста бүйтіп істеген кезде ыңғайсыз болуы мүмкін, бірақ уже бірнеше рет қолданғаннан кейін уже қолданыңыз үйреніп, уже бірден сапалы түсіре беретін боласыздар. То есть бұл уже сіздер кәдімгідей клип түсіруге болады, бұнымен кино түсіруге болады. Мен заказдардың барлығын осы DJI арқылы қолданамын. И одан бөлек тағы да енді бұған қатты сеніп қалмаңыздар, бұның кейде батарейкасы отырып қалуы мүмкін. Байқаусыздан сіздер уақытында зарядтамасаңыздар, батарейкасы отырып қалып, маған қатты сеніп қалмаңыз деген менде де алдында сондай бір случай болды. Нелеп мысалы түсіретін кезде батарейкасының отыру есімнен шығып кеткен, полностью батарейкасы отырып қалған, и мен сол кезде видеоларымды осы жерден чистап қолмен келдім. Так что бұған да қатты сене бермеңіздер. Ең сіздердің басты қолдарыңыз ол телефон, екіншіден қолдарыңыз. То есть переходты барлығын осы қолмен алып істеуге болады достар. Одан кейін мынандай менде триподтар бар, то есть трехножкалар. Тоже білмеймін, енді өзім видео қатты қызыққаннан кейін осындай бір магазинге барсам, телефонға бір нәрсені алмай кетпеймін. Мынау менде GoPro, бұл маған экшн камера, жаңағындай бір жаққа қыдырғанда, суға түскенде, өзенге түскенде, бассейнге түскенде мен сол үшін алдым. И жаңағындай бір өзім көшеде мысалы бүгінгідей түсіру керек болатын болса, енді мен постоянно өзіме камера алып жүрмеймін ғой. Мынау қолыңа ала саласың, телефонмен кәдімгі өзінің камераның видеосын түсіресің, одан кейін оны қалай түсіргені туралы мынаның қасына қойып қойсаңыздар, вообще тема болады. То есть мында өстіп қойып қойсыздар, плей басып қойсыздар, бұл түсіре береді. И ағарай уже монтажда істей берсеңіздер болады. То есть менде осындай екі камерамен түсіремін. То есть двухкамерная съемка дейді бұндайды. Өте керек зат. То есть на будущее алсаңыздар болады екі камерамен. То есть телефон сіздердің основной камераларыңыз, ал мынау сіздердің екінші дополнительный камера. То есть сіздер телефонмен, то есть сіздер жұмыстарыңызды қалай істеген туралы осыған түсініңіздер болады. Ал болыватқан моментті түсіру үшін телефон өзімен түсіріңіздер болады. То есть осындай лайфхактар бар достар. Так что достар, келесі сабақта жолыққанша аман сау болайық. Мына карантиннен аман есен шығып, енді білмеймін, қазір пока что енді ближайший 1-2 апта карантин болады. Бірақ егерде кейінгі студенттер көретін болсаңыздар, карантин мүмкін уже қазір бітіп қалған шығар. То есть бұл кейінгі бір айдан кейін көретін студенттерге айтқан карантин біткен шығар деп білемін енді уже. Не дейміз тағы достар. Сол амандықта жолыққанша мен сіздерді жақсы көремін. Егер де сұрақтарыңыз болса, чат бар. Чатқа, арнайы чатқа көрсеңіздер болады. Егер де сіздер новичок болсаңыздар, бірінші сабақта мен сілтеме қалдырып қойдым. Специально телепортқа арналған чат ашып қойғам. Сол чат арқылы көрсеңіздер, сұрақтарыңызды, істеген үй жұмыстарыңызды сонда салып отырыңыздар. Мен үй жұмыстың алдында айттым, міндетті тексеремін. Әлі тексеріп келе жатырмын постоянно. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, маған сұрақ қойыңыздар. Инстаграмда жеке жазсаңыздар болады, немесе телеграмға жазсаңыздар болады, немесе жаңа чатқа жазыңыздар. Любой уақытта сіздерге жауап беруге тырысамын. Ал ендеше жолыққанша сіздерді жақсы көрдім, сіздерді сыйлайтын мен Асқар Шайықов. Сау болыңыздар.